Сәлем оқушылар, Майра онлайн ағылшын тілі классына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз ағылшын тілінде қалай амандасу. Бәріміз білеміз, жаңадан танысқанда алғашқы әсер өте маңызды. Сіз басқа адамдармен ағылшын тілінде амандасып жатқанда, сол адаммен қарым-қатынасқа сәйкес сәлемдесу сөздерін қолдануыңыз керек. Бүгінгі бұл мазмұнда жаңа сыныптастарыңызбен, достарыңызбен, жақын отбасы мүшелеріңізбен қолдануға болатын ағылшын тіліндегі кейбір кең таралған амандасу сөздерін үйренетін боламыз. You probably already know hello and hi. However, English speakers don't always say hi and hello. Сіз бәлкім мұғалім онда hi, hello деп айтсақ дұрыс емес па деп ойлап жатқан болуларыңыз мүмкін. Бұл сөздер дұрыс, ешқандай қатасы жоқ. Бірақ та өте basic, өте қарапайым сөздер. Оқушылар, егер қалам дәптерлерің дайын болған болса, онда тақтаға назар аударайық. Hello. Hi. Hey. Hey. Hello, sir. Hi, guys. Ал енді бұл жердегі hello не болмаса hi деген бұл амандасу түрлерін барлық адамдарға жақын алыс, дос жаран, күндіз кеш бәр жерге істетуге болады. Ал бұл жердегі hey деген бұл сөздің farқы тек қана сіз амандасқан сол адаммен ертеде кезіккен болсаңыз, онда екінші рет кезіккен кезде hey десеңіз, онда дұрыс болады. Ал енді сіз ол адамды мүлдем көрмеген, бірінші рет кезігіп, оған hey десеңіз, бәлкім ол қарсы жақ мен қай кезде бұл адаммен кезіктім деп ойлап қалуы мүмкін. Тек қана осы farq. Ал одан басқа hello дегенді біз көп телефонда да көп істетеміз. Ал одан hello, hi there дегендерді жақын адамдарыңызға, достарыңызға істетуіңізге болады. Ал енді мынаған қарайтын болсақ. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Сіз егерде басқа кісілермен таңертеңде кезігіп жатқан болсаңыз, онда оған good morning, morning деп айтуыңызға болады. Ал көбінде good afternoon, eveningді көп істетпейміз. Ал енді үлкен бір жиналыстарда, кешкі уақыттарда болса, онда олар good evening деп бастайды. Ал енді жақын адамдарымызға әдетте good evening деп істетпейміз. Ал good day дегенді де біз көп істетпейміз. Көп істетілетіні таңертеңде жақындарыңызға болсын, қызметтестеріңіз, мектепте болсын, бәр жерде, мысалы, офиста болсын, morning guys, қайырлы таң деп істетуге болады. Жалғастырайық. How do you do? How do you do? Ал бұл сәлемдесу өте рәсми, яғни very formal and uncommon. Бірақ та кейбір жасы үлкен адамдар көп істетеді. Сонымен бірге бірінші рет кезіккен кезде how do you do деп айтуыңызға болады. Қарсы жақ оған жауап ретінде де how do you do деп жауап қайтарса болады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Келергі сабақта кезіккенше күн жақсы. Bye!